Гинекологтар, сіздер өмірлеріңізде көрген ең сұмдық нәрсе қандай? Ас болсын. Гинеколог байланыста. Кейде жағымсыз жағдайларға тап боламын. Қыз бірнеше күн, бірнеше апта бойы бір тампонмен жүре береді. Некрозға ұшыраған қынап обырда онша көрініс емес, бірақ бұл менің өмірімдегі ең қорқынышты жағдаймен салыстыруға да келмейді. Бір күні клиникамызға 19 жастағы қыз келіп, қынабына шашқа арналған лактым қақпағы кептеліп қалғанын айтты. Жарайды, бұл проблема емес деп ойладым аңғалмен. Бірақ мәселе оның оны 15 жасында салғанында еді. Яғни 4 жыл бұрын. Неге олай істегенін түсіндірмеді, бірақ қатты ұялттырғаны көрініп тұрды. Ол шешінбей тұрбақ, жан түршігерлік иіс сезілді. Ал тексере бастағанда одан сайын күшейді. Қақпақ шеті жоғары қаратып салынған. 4 жыл ішінде қынап тіндермен әбден бітсіп кеткені көрінді. Емдеу қиындығы оның қақпақтың қуық пен тік шекті тесіп өткенінде болды. Оны алу үшін бірнеше ауқымды операция жасауға тура келді. Мен гинеколог емеспін, бірақ жақында жатырын алып тастаған, яғни гистерэктомия жасалған бір адамды білемін. Қыздың қынабында жазылуы керектік істер болған, бірақ ол жыныстық өмірге қайта оралуға шыдамай, асығып, нәтижесінде қынабынан жіңішке шегі түсіп кеткен. Маған бәрін соншалық егжей-тегжейлі айтып берді. Содан кейін тартылған етті енді ешқашан жей алмаймын деп ойлаймын. Қыздың айтуынша, жедел операцияға бара жатқанда ішектің аяғына тиіп, соғып тұрғанын сезген. Менің мектептегі құрбым гинекологқа барудан қатты қорқатын. Алғашқы жағынды алуға барғанда қатты қысылып, дәрігерді аяқтарымен қысып тастаған. Біраз уақыттан кейін ғана босаңсып, дәрігерді жіберген. Өте ыңғайсыз жағдай болған. Қазір ол бұл оқиғаға күледі. Бірақ өз денесте деген қысылысы әлі бар. Тіпті тампон қолданғанды да ұнатпайды. Науқастың ішкі ағзалары толық метастазға толы болды. Сондықтан 13 сағат бойы тек көлемін азайтумен айналыстық. Ал операция 3 сағатқа жоспарланған еді. Кей кезеңдерде жалпы және тамыр хирургиясындағы мамандар көмектесті. Науқастың қан көлемінің жартысын алмастырдық. Операциядан кейінгі кезең өте ауыр өтті. Бірақ ақындап қалпына келіп, отбасына оралды. Бұл бәріміз үшін өте қажытқан жағдай болды. Бірақ науқас та, отбасы да керемет адамдар еді. Көмектесу біз үшін мәртебе болды. Мен гинеколог емеспін, бірақ кейде тексеру жүргіземін. Бірде кемінде 1 ай жатқан тампонды алып шықтым. Ең қызығы, қыз осы уақыт бойы жыныстық қатынасқа түскен. Иіс өте ауыр болды. Ол кеткеннен кейін бөлмені бірнеше сағат желдетуге тура келді. Біз клиникада жүріп құсып жібермес үшін өзімізді әрең ұстап жүрдік. Әкем бір әйел туралы айтқан. Ол героинге қатты тәуелді болған. Бір күні жыныс еріндеріне ине салған. Нәтижесінде гангрена дамыған. Мен медицина студентімін, жақында дәрігер боламын. Гинекологияда тәжірибеде жүргенде бір науқасты тексеруге жіберді. Бөлмеде қатты иіс тұрды. Ең ауыр бактериялық вагиноз шығар деп ойладым. Тексерсем, ерекше бөлінді жоқ. Артқа шегінген сайын иіс күшейе берді. Сөйтсем, науқастың аяқтары қатты сасып тұр екен. Доктор Лиза Ренкиннің What's Up Down There деген кітабын оқуға кеңес беремін. Онда мансабындағы ең қорқынышты жағдайларды жазады, личинкалар мен ақша тапқан туралы. Бір әйел қынабына картоп салып, оны контрацепция ретінде пайдаланбақ болған. Жылы, қараңғы, ылғалды ортада картоп өсе бастағанда өз күндері сыртқа шығып тұрған. Мен мектепте жарақат пунктінде көмектескенде өте толық әйел келді. Кеудесі ауырады деді. Иіс өте жаман еді. Дәрігер жуып, кеудесін көтергенде астынан қатты сасық иіс шықты. Қабықты алып тастағанда кішкентай тесік ашылып, ішінен тарақандар шыға бастады. Мүмкін жұмыртқалар кеуде астына салынған, жарып шыққанда сыртқа жол таба алмай тесікті кеміріп шыққан. Анамның айтуынша 50 жастағы өте толық әйел келген. Күйеуі жыныстық қатынас кезінде жағымсыз иіс сезген. Бүкіл аурухана иісті сезген. Қынабы толық некрозға ұшыраған, операция жасалды. Бірақ ол көп ұзамай қайтыс болды. Бір әйелдің қынабы мен жатыр мойны толық алынғаннан кейінгі көріністі көрдім. Ауыр жағдай еді. Ол күйеуінен өзін тастауды өтінген, бірақ күйеуі жанында болып қолдап жүрді. Тағы бір 220 килограмм әйелде некротикалық фасциит, гениталий мен бөксе аймағын жойған. Тік шектен нәжіс ағып тұрған. Қуық та, қынап та жоқ еді. Үлкен жараға марля тығып емдеуге тырыстық, бірақ ол тез қайтыс болды. Бір қызда қынап ішінде перде болып, 2 тесік болған. Тампонды бір тесікке салып, екіншісінен алмақ болып шығара алмай қалған.
Операция жасалып, мәселе шешілген. Қарт әйел құлап түскен соң қарағанда алып, қынап ісігі анықталған. Ісік аяққа қан баруын тежеп, құлауға себеп болған. Медбайке ретінде жұмыс істейтін біреу гистерэктомия кезінде шек кесіліп, кейін жарамен бітісіп, нәжіс шығатын жыланкөз пайда болғанын. Әйел 9 ай ауруханада жатқанын айтты. Соңында тұрақты колостомия жасалған. Бір жас қыз бедеулік пен диареяға шағымданып келген. Анальды жыныстық қатынас арқылы жүкті болуға болады деп сенген. Бір науқас тексеру кезінде дәрігерден бұл күркетауықты фаштауға ұқсамай ма деп сұрап, сосын күркетауықша қыпқылдаған. Әжем 20 жыл гинекологияда медбайке болып, бір күні қатты ашуланып, енді ешқашан біреудің қынабын көргім келмейді деп жұмыстан кеткен. Бір әйел 2 ай бойы бір іш киіммен жүрген. Қорытындылай келе, гинекологтар пікірде өмірлеріңіздегі ең қорқынышты жағдайды жазыңыздар және каналға тіркеліңіздер.